Мен Таңсықгүл әжемін. Әжелердің ертегі бастамасына қосыламын. Жағымпаз ара. Бұл оқиға болды ма, әлде болмады ма, оны ешкім білмейді. Бірде кісі жейтін делбеген жалмауыз араны шақырып алыпты. Жер бетіндегі аяқтының бәрін шағып көр де, қайсының ет тәтті екенін біліп кел деп бұйырады. Ұшып келген ара сиырды, итті, жылқыны, аюды, маралды, ешкіні, тышқанды, адамды шағып көреді. Бәрінен адам тәтті. Қайырымды ара жалыныпты. Адамдар жалмауызға мұныңды естірте көрме. Ол барлығымызды жеп қояды деп. Айтамын, мен жалмауыздың қызметшісімін. Өтінемін, Аражан, үндеме. Астыңа ат мінгізіп, үстіңе тон кигізейін. Бәрінен адам тәтті. Қаншама адам өтінгенімен, жылап сықтағанымен ара айтқанынан қайтпайды. Ең дұрысы деп ұсыныс жасады Сартақбай батыр. Араның тілін кесу. Ол араның қанатынан шап беріп ұстайды да, тілін жұлып алады. Ара жалмауызға ұшып келеді. Қайда жоғалып кеттің? Бәрінен тәттісі қайсысы деп айғайға басыпты жалмауыз. Ара болса дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Содан бері араның басқа сөзге тілі келмейді екен.